Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен жаңа оқу жылында қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы жаңа жолдау, жаңа міндет, жаңашыл мектептің жаңа белестері тақырыбында болмақ. Бүгінгі подкастымыз ерекше, өйткені жуырда ғана ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы жолдаған жолдауға қолдау ретінде білім саласында атқарылып жатқан оңтайлы істер жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы ауданымыздағы ең белсенді, ең жаңашыл мектептің директоры, Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгісінің иегері Нәлібаева Ләззат Машбекқызы. Ләззат Машбекқызы, студиямызға қош келіпсіз. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Рахмет. Жалпы өзіңізге белгілі, жуырда ғана ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан, өзекті мәселелер және оларды цифрлы өзгерістер арқылы шешу жолы атты Қазақстан халқына жолдауын жариялаған болатын. Сіз өзіңіз басшы ретінде, білім саласын басқарып отырған директор ретінде қалай қабылдадыңыз? Жақсы. Ұстаздық жай мамандық емес, ұлы миссия. Адам қандай да бір жетістікке жетсе, ұстаз алдында мәңгі бақи шәкірт болып қала береді. Ел президентіміздің осындай ұстанымын мен басшылыққа аламын. Жалпы жолдау бізге жаңа серпін берді. Президентіміздің мұғалімдер мәртебесін көтеруі, білім сапасын арттыру және ауыл мектептерінің әлеуетін көтеру мақсатындағы керемет, жаңашыл, керемет айтқан пікірлері біздің жұмыс жасауымызға да үлкен оң ықпалын тигізеді деп айтамын. Соның ішінде өздеріңізге белгілі, қазіргі қоғамда мұғалім мәртебесі, мұғалімнің жауапкершілігі өте үлкен деп айтар едім. Жалпы мектептен тыс уақытта да баланың тәрбиесіне, баланың біліміне мұғалімге жауапкершілік артылып қойған. Сол ел президентіміздің мұғалім мәртебесін көтеру, басқа да жұмыстардан мұғалімді шектеу сияқты жақсы оң пікірлеріне біздің жаңаша жұмыс жасауымызға үлкен серпін берді деп айта аламын. Біз де соның айғағын көріп отырмыз. Республика бойынша жалпы 64 тірек мектебі болатын болса, соның тірек мектебі статусын біз алып отырмыз. Қазіргі таңда өзіміздің еңбегімізбен, өзінің аты айтып тұрғандай, басқа мектептерге тірек болу мақсатында өз тәжірибемізбен бөлісіп жұмыс жасап келеміз. Жалпы ауыл мектептерінің балаларының деңгейін қала мектептерінің балаларының деңгейімен теңестіру. Бұл дегеніңіз қазіргі, мен ойлаймын, жалпы мынау келешек мектептің жобасы да осыған негіз болар еді деп айтар едім. Соңғы 4 жылдың өзінде 4000-нан астам ауыл мектептерінің жаңа технологиялармен барлығы жабдықталып, қазіргі таңда керемет ауылды қолдауға жақсы жұмыс жасалынып жатыр. Мен айтар едім, баланың барлығы бірдей, сондықтан ауыл мектептерінің балаларын қала мектептерінің балаларының деңгейіне білімін теңестіру мақсатында президентіміздің айтқан керемет оң пікірлерін біз қолдаймыз. Бәрекелді. Енді осы орайда өзіңіз басқарып отырған мектеп жаңа оқу жылына қандай дайындықпен кірісті? Ел президенті айтқан жасанды интеллект дәуіріне аяқ бастық, біз өзекті мәселелерді цифрлы технологиялар арқылы шешуіміз керек, соның жолын қарастырып, білім беру процесінде жасанды интеллектті қарқынды дамытуымыз керек деп ұсыныс жасады. Енді осы жолдауды қолдау ретінде жалпы мектепте жасанды интеллектті білім беру процесінде қолдану қаншалықты жүзеге асып жатыр? Енді біздің өзіміздің жаңағы кешегі нұсқаулықта да айтылған, қазір енді цифрлық дәуірдің заманында өмір сүріп жатырмыз. Жасанды интеллекттің пайдасы мұғалімдердің жоспарларын, мұғалімдердің жұмысын жеңілдетіп, баланың қаншалықты білім алуына үлкен серпін береді деп мен ойлаймын. Қазіргі таңда енді мектебімізде жасанды интеллектпен цифрландыру жүйесі өте жақсы жолға қойылған деп айта аламын. Жалпы осы аясында жасанды интеллект, IT саласы аясында қандай үйірмелер жұмыс жасайды мектепте? Бізде жаңадан биылғы оқу жылында жаңадан көптеген үйірмелер жолға қойылды, және де осы мұғалімдердің біліктілігін
арттыру мақсатында жақсы курстар ұйымдастырып жатырмыз мектепте. Тағы да көптеген сол жасанды интеллектке байланысты үйірмелер ашылып, қазіргі таңда балалар жұмыс жасап жатыр мұғаліммен бірге. Иә, жалпы баршаға белгілі, өзіңізді жаңашыл басшы ретінде қандай салада, қандай реформа болады, сол өзгерістердің басы қасында жүресіз. Жақсы істің басына, жақсы келер қасында деп әрқашан біздің дана қазағымыз айтып өткендей, оның барлығы әуелі сіздің іскерлік қабілетіңіздің, қарым-қабілетіңіздің арқасында деп білеміз. Енді сізге сауал болсын, жеке басыңызға қатысты іскер басшы болу қаншалықты қиын? Және өзіңіздің басшылық басты ұстанымдарыңыз қандай ұжымды басқаруда? Жақсы, рахмет. Жалпы бірлескен команда деп айтамыз ғой. Мен айтар едім, жалпы қандай шешім болсын, мен бірінші кезде педагогты жақсы тыңдаймын, бірлесіп жұмыс жасаймыз. Жалпы команда бар жерде мықты жұмыс болады деп мен ойлаймын. Жалпы педагогты толық тыңдай аламын. Енді қазіргі мына дәуірде, қазіргі жаңа дәуір деп айтамыз ғой, жаһандық дәуірде жалпы озық білімменен жаңа технологияны меңгерген мұғалім ғана, жалпы сол мұғалімнің ғана ұпайы түгел болмақ деп айтар едім мен. Сондықтан ең бірінші білімге шақырар едім. Озық білімменен қазіргі жаңа технологияны меңгерсек, ол елдің ұпайы түгел болмақ. Ләззат Машбекқызы, жаңа оқу жылында балаларды қуантатындай нендей жаңалықтар бар? Педагогикалық ұжым қандай дайындықпен кірісті жаңа оқу жылына? Жақсы, енді баланы қуантатындай бізде енді биылғы оқу жылында үлкен жақсы жаңалығымыз жылыжай деп айтамыз ғой. Қаржылық сомасы 6 миллионды құрайтын, аумағы 16,6 шаршы метрді құрайтын жылыжай орналастырып жатырмыз. Енді мен ойлаймын, балалар бұл жылыжайға өте қатты қызығады деп, себебі енді еңбекке баулу деген бар. Балалар өзі егіннің қалай шығуын, қалай жинап алуын, былайша айтқанда көзбен көріп, қолмен ұстап дегендей, балалар сол жылыжайға өте қатты қызығады деп мен ойлаймын. Жалпы лабораториялық сабақтардың барлығы сол жылыжайдың ішінде болады. Өте керемет. Бастамаларыңыз баянды болсын. Біздің оқушыларымыздың еңбекке қабілеттілігі арта берсін. Соған тілектеспіз. Жаңа оқу жылы сіз басқарып отырған педагогикалық ұжым үшін толағай табыстарға, шығармашылық серпінділістерге тола берсін. Соған шын жүректен тілекшімін. Олай болса, біз бүгінгі подкасты қорытындылайтын боламыз. Жалпы жолдауға қолдау білдіру әрбір Қазақстан азаматының абзал борышы. Біз оқушыларымыздың білім бәсекесінде байрағы биік болып, сапалы білім, саналы тәрбиемен және заманауи озық технологияларды қатар меңгерген жан-жақты тұлға болып қалыптасқанын қалаймыз. Әрине, бұл бағдар аясында бізге президент қолдауы, бізге жарық көрсетер бағдаршам секілді. Осы тақырып аясында бүгін 286 орта мектебінің директоры Нәлібаева Ләззат Машбекқызымен сұхбат өрбіттік. Жаңа оқу жылында жалпы сыр өңірінің, республикамыздың білім байрағы тек биікте желбіресін, оқуда озат шәкірттеріміз көп болсын. Келгеніңізге рахмет айтамыз. Амандықта жүздескенше.